YouTube арнасына жазылыңыз. Тұран қозғалысын қолданыңыздар. Енді құрметті бауырлар, кішкене тереңірек айтып берейін енді, мына саясат қалай болып жатқан, тереңірек үлкен саясаттан. Мына Қазақстан үлкен алпауыт мемлекет, Қазақстан жердің кіндігі, Қазақстанға көз салып отқан қазір кезде Қытай, Ресей, әлем билейтін кландар. Енді қазір жағдай қандай? Жағдай Ресеймен Қытай өзара Қазақстанды бөліп алған. Балқашқа шейін Қытайлар біздің жерде өз карталарына сызып алған. Арғатай орыстар Северный Қазақстанды бөліп алған. Мына енді Чалдың жүйесі тұрған кезде енді көп жерлер сатылып кеткен. 2016 жылы 1.800.000 гектар сатып жіберіп, мына Қытайларға оны естіген халық болып көтерілгеннен кейін басылды, 5 жылға мораторий қойды. Қытайлардың саясаты бойынша мына 2020 жылға шейін 20 миллион Қытайдай Қазақстанда тұру керек екен, 56 заводмен қосыла. Енді оны мына қазақ белсенділерінің арқасында олар кірмей қалды. Одан кейін 2021 жылы май айында сол мораторий біткен. Онда Қытайларға орман отырғызамыз, сондай арендаға береміз деді, орман отырғызу үшін. Онда да осы мына Алматы қаласында жан-жақты митингке шығып шулатып, 5 жылға мораторий тағы да қойылды. Орыстар енді жан-жақты Бұғыты болсын, басқа жерлерде заводтарына біз қарсылық білдіріп, белсенділердің арқасында сол ұсталып тұр. Оны Қытайларда қазір мына нелерді, белсенділерді құртыңдар деп жаңа талап етіп отыр екен. Белсенділерді құртпасаңдар, біз таможня жақ, не жақты көп ашпаймыз деп. 1000 адамға сенбейден бұлар түрме сақ қойған. Сонан кейін мына заң бар. Заң, біз ШОСта отырмыз да, ШОСта Қытайлар отыр, ОДКБ-да орыстар отыр. Енді бұлар Қытайлардың посолдары алдында айтып кеткен, егерде цветной революция болса, Қытайдың әскері соны басу үшін кіре алады деп телевизордан сондай Қытайдың посолы айтып кетті. Енді бұлар өздері кіре алмағаннан кейін цветной революция болатын кезде біз енді басу жасап, ол цветной революцияға жаңағы үлкен даудамайға жаңағы жеткізбедік. Ол кезде жаңағы Қытайдың әскері кіріп кететіндей сондай қауіп төнді. Ендігі мәселе, бұлар не істейді? Мына Трамптың өкіметі, Трамптың командасы, ол жерде жаңа Ротшильдер кланының адамдар да бар. Қытай алпауыт өзі мына күшейіп келе жатқаннан кейін бұларды құрту саясатының бірі мына коронавирусты сояқтан таратты. Сол Қытайдың ДНК-сы бар, генетикасы бар, жаңағы жарғанаттың ДНК-сымен бұларға ауру жіберді мына Уханьнан. Онда көптеген Қытайлар қырылып қалды. Әлде әлімге шейін қазір мына жан-жақты бұлар сол карантиннің арқасында ұсталып отыр, абылай көптеп қырылып отыр ол жақта. Сосын бұларды санкциямен құртты Қытайды. Жан-жақты мына 500 миллиардтай доллардың тауарларына салығын көтеріп тастады. Жан-жақты санкциямен құртқаннан кейін Қытайлар мына Байденнің адамдарымен чайқасып, сол мына Ротшильдер кланының мықты осы басқарып отқан адамы белгісіз жағдайда қайтыс болып кетті. Одан кейін мына Трампты орнынан алып, мына Байденді орнына келуіне бұлар ықпал жасады. Сөйтіп, мына Байден өкіметі келгеннен кейін Қытайдан кішкене көптеген санкциялар алынды. Сонан кейін ең үлкен бұлардың істеген стратегиясы, бұлар мына Афганистан, ол Совет өкіметпен Американың соғыс қару-жарағын зерттейтін жаңағы полигондар болған. Сол полигондарын 84 миллиард доллардың қару-жарағын сол жерге тастап, Афганистанға тастап, Американың әскері қанша жыл бойы тұрған полигондарын тастап кетіп қалды. Ол жақта да жаңа үлкен қаржы алып отыр, тиімді болып отыр. Бұлар сөйтеді да мына талибандардың жеңгеніне көмектеседі. Сөйтіп талибандар қазір кезде жеңді. Сөйтіп Қытайлар триллиондап ақша сол талибандарға құйып, жаңағы мемлекет екенін мойындап, сөйтіп ұстап отыр. Не үшін ұстап отыр талибандарды? Кезінде Қытайлар қазақтың жерін басып ала алмай, жоңғарларды қазақтарға жіберген.
сол жоңғарларға қазақтарға жіберіп 300 жыл бойы біз соғысып жоңғарлар Ағрақа шайқасында бірігіп қана құртып, содан кейін жоңғарларды мына Қытай жағына өткен жоңғарларды қытайлар өздері қырып тастады, қалғандары мына Калмыкияға өтіп кетті, Ресей жақта. Сөйтіп мына біздің жоңғар атамыз қазақты құрту саясатымен айланысқан кезінде мына Рахат Әлиев айтып кеткен екен. Қазақтар менің ұлтымды құртты, мен енді оларды құртамын деп, сол 30 жыл бойы сол саясатпен келдік. Әлі күнге шейін мына жоңғардың ауылдары мен әлі атауларымен отырмыз. Мына Боралдай, Шамалған, Чонжы, Қаскелең, Нарынқол, Байынқол деген сияқты ауылдармен әлі күнге шейін атын ауыстыра алмай отырмыз. Сосын мына талибандар қазір не істейді? Талибандар қазір күш алды. Мына Жириновский кезінде айтып кеткен, Средний Азияда тұратын, Қазақстанда тұратын орыс азаматтары Россияға көшіп келіңдер деген. Тезірек көшіп келіңдер, Средний Азияда тыныштық болмайды, соғыс болады деген шет жағасын айтып кеткен, телевидениені ашық күйінде айтып кеткен. Сол кезде мына бұлардың пландары бойынша бұлар өзара келісіп қойған, Ресей жаңағы Ресей мен Қытай өзара келісіп қойған, Қазақстан жерін бөліп алу үшін. Қалай бөліп алады? Сол кезде мына қазір талибандар өз күшіне енді, қару жарақтары бар, біздің қару жарағымыз аз, төтеп бере алмаймыз. Сөйтеді талибандар мына Средний Азияға кіреді. Тәжікстан, Түркменстан, Қырғызстан, Қазақстанға жаңағы басып кіреді. Сол басып кірген кезде біз шоста отырмыз. Сол кезде Қытайдың әскері кіреді. Қытайдың әскері басқа мемлекет басып кірген кезде көмек ретінде кіре алады. Оған біздікілер қол қойып қойған. Көмек ретінде басып кіреді. Сөйтеді ана жақтан ОДКБ-да заң бойынша басқа мемлекет басшы болып кіретін болса, бізге басып кіреді. Сөйтеді, сол кезде мына біз енді белсенділер мен деген қазақтардың бәрін қырып тастайды. Қырады да Қазақстанды екіге бөліп алып, Ресей Северный Қазақстанды алады. Мына Қытай Балқашқа шейін біздің жерді алады да, сонымен жерімізді бөліп алып, дайын жерді бөліп алады да отырады. Бұлардың стратегиясы сондай болған. Енді о стратегиялар болмай жатыр. Ресейліктер қазір жеңіліп жатыр, бүткіл әлем оларға қарсы шығып жатыр. Соның арқасында бұлар не істейді? Соның арқасында бұлар қазір Қытай нейтралдық ұстап отыр. Ресей жеңіліп жатса, бұған өте тиімді болады. Бұл алады да дереу барып мына ненің Балқаш ана Байкал жақ, ол жерде үлкен су қоймалары бар. Сибирь жақтың көбін, 4 миллион гектардай жерін Ресейден арендаға алып алған. Қазір ол жақта қытайлар өте көп. Сол жақтардың бәрін олар басып алатын болады. Ертеңгі күні мұнай деген түк тұрмай қалады. Мұнайдың орнына ішетін су үлкен тапшы болады да, ертеңгі күні соғыстар сол ішетін су үшін басталады. Сол Қытай қазір нейтралдық ұстап отыр. Ресей құритын болса, жаңа дереу өз жерін басып алайын деп, сол үшін бұл көмектеспей күтіп отыр. Орыстар сол Қытай көмектеседі деп ойлаған, қазір оған не алмай отыр. Сөйтіп қазір талибандар да әлі тұр. Мына орыстың соғысын күтіп отыр қазіргі кезде. Енді орыстың соғысын алатын болсақ, орыстың соғысы Путин мен Байденнің кіршасы бір адам. Олар еврейлер, бұлар Зеленский де еврей. Бұлардың саясаты Ресей мен Украинаны құрту, славян халықтарын құртып, орыстарды құрту керек. Орыстардың саясаты бойынша бұрыннан әлем билейтін кландардың саясаты бойынша 150 миллион орыстарды, мына Ресейдің тұрғындарын, олар 15-20 миллионға шейін түсіру керек болатын саясаты. Қазір 150 миллионнан 85 миллиондай қалды. Олар қазір статистер өтірік айтып отыр. Сол үшін біз қазіргі кезде қалай қорғануымыз керек? Осының бәрін енді кішкене сіздер біліп отырсын деп отырмын, жаңағы үлкен саясаттан. Ол енді өздері аралары жаңағы сөйтіп келісіп қойған, сондай стратегиялар болған. Бірақ енді Алланың қалауымен мына енді халық қазағын бірігіп, Туран одағы біз дереу арада қазір Туран одағын бірігу, халықаралық халықтың араласуымен біз тезірек көбірек біріктіруіміз керек. 29 ұлт, ол ертеңгі күні 500-600 миллион халық боламыз. Біз ертеңгі күні Ресейден де, Қытайдан да қорықпайтын боламыз. Қытайлар уже үрей туып, мына Қытай өз телеарналарында айтып жатыр, мына Туран одағы құратын болса, Қытайды құртатын осы Туран одағы болады деп олар өздері қорқып отыр. Сол үшін біз дереу арада біз мына жан-жақты халықпен бірігіп, мына Туран одағын құрылып та жатыр ғой қазір. Соны бірге жұмыс жасауымыз керек. Қазір Қытайдың заттарын алмауымыз керек.
біз тек қана түркіш халықтарының өз ортамызда сауда саттығымыз жүргізіп, бір-бірімізбен бауыр болып, сөйтіп қана біз не қыла аламыз. Сол 500-600 миллион ұлтқа ертеңгі күні ол украиналықтар да кіреміз деп отыр. Басқа мұсылман мемлекеттер кіретін болса, 1 миллиардтай адамға барамыз. Сосын ортақ тіл, ол жерде қазақ тілі болады, ортақ тіл.